Барлықтарыңызға сәлем. Дүйсенбі, бейсенбі күні жаңа видео күтіңіздер. Ана көрегендігінің теңдесі жоқ. Әлсіздігін мойындай білген адам мықты. Ана жүрегі тым терең. Сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Шындық дәмі ащы, бірақ денсаулыққа пайдалы сусынды еске салады. Әйелге өмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Аузы жабылмайтын адамның ішінде түк те жоқ. Махаббат ақмақ үшін ақыл тоқтатуға керемет мүмкіндік. Ұлт тағдыры аналардың қолында. Азаматтық ерлік пен жауынгерлік ерлік бір негізден тарайды. Жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей, некенің бақытты болуы екі талай. Темекі тәнді зақымдайды, ақыл ойды күйзелтеді. Рухында болашаққа ұмтылған жағдайда ғана кітап өміршең болмақ. Кітап коллективтік тәжірибе. Ұлы кітаптардың 20-сын оқыған кісі ұлы өмірлердің 20-сын бастан кешті деген сөз. Пасық адам өте-мөте шебер көлгірсиді. Өзінің осалдығын білген ең құдіретті кісі. Асыл іздеген оны сирек табады, есесіне іздемеген ешқашанда таппайды. Сүю адамның бүкіл ізгі қасиеттерінің басын қосады. Ұдайы еңбек ету өнердің де өмірдің де заңы. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.